Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Сіздермен бірге Ықтияров Аяз Әбдірахымұлы. Бүгіннен бастап ситуациялық есептерді талдап үйренеміз. Бүгінгі бірінші талдайтын есебіміз эндокринология циклына қатысты. Неліктен біз ситуациялық есептерді дұрыс талдап үйренуіміз керек? Біріншіден, бізде 5-ші курс студенттері қорытынды мемлекеттік емтихан тапсырайын деп жатыр. Сол жерде үлкен көмек тиеді. Екіншіден, күнделікті сабақ барысында ситуациялық тапсырмалардан жақсы баға алғыңыз келсе, есепті дұрыс талдап үйренгенге не жетсін. Бастаймыз. Бүгінгі ситуациялық есебіміз 52 жастағы науқас Дәулет есімді, сол кісіге арналады. Бұл кісінің басты шағымдары емханаға шөлдеу, аузын құрғауы, зәр шығарудың жиілеуі, түнде 3 есеге дейін жететін, желкесіндегі жиі ауырсыну, физикалық жүктеме кезіндегі тез шаршау шағымдарымен жүгінген. Бұл шағымдар Дәулетті 1 жыл бойы мазалайды. Анамнезінен көп жылдар бойы артық салмағы бар екенін, аз қозғалатын өмір салтын ұстанатынын, бухгалтер болып жұмыс істейтінін білеміз. Бас ауруы жұмыста күйзелістен кейін пайда болады екен. Тәттіні өте көп жейді, сәйкесінше аузының құрғауы тәтті тағам жегеннен кейін пайда болады. Бұл науқас бұрын дәрігер көмегіне мүлдем жүгінбеген. Анасы артериялық гипертензия бойынша ем қабылдайды, әлі күнге дейін ауырады. Өзі темекі шекпейді, анамнезі таза. Бұл өте жақсы. Енді қарау кезінде дене салмағының индексі 31 кг метр квадратына болған, белінің өлшемі 100 см, тері жабындары мен шырышты қабаттары аса өзгеріс жоқ, шеткі лимфа түйіндері ұлғаймаған. Бұл да жақсы. Келесі, өкпесінде перкуссия кезінде ашық өкпелік дыбыс шыққан, аускультацияда тыныс везикулярлы, ешқандай сырылдар жоқ. Тыныс жиілігі 17 рет минутына. Жүрек тондары әлсіреген, артериялық қан қысымы 180-100 мм сынап бағанасына. Тілі ылғалды, таза, іші пальпация кезінде ауырсынусыз, тері асты май қабат есебінен көлемі ұлғайған. Бауырдың көлемі 11-16 см өлшемде, қабырға доғасының астынан 2 см шығып тұрады. Өт қабы пальпацияланбайды, көк бауыры үлкеймеген, пастернацкий симптом екі жағынан да теріс, табан артерияларында перифериялық пульсация сақталған, бірақ ол аздап төмендеген. Төмендемеген, кешірім өтінемін, міне мұқият болу керек есепте. Пульсация төмендемеген, айқын соғып тұр. Қанның жалпы анализінде осы Дәулетте эритроциттер 4-4, гемоглобин 142, түстік көрсеткіш 0,85, лейкоциттер 5-6 болған, лейкоциттардың формула ерекшелігі жоқ, қалыпты, эритроциттердің тұтыну жылдамдығы 9 мм сағатына болған. Зәр анализінен салыстырмалы тығыздығы 10-18, ақуызы жоқ, бірақ глюкозурия бар. Біз уже жобалап отырмыз қандай ауру екен, қан диабетіне сәйкес келуі мүмкін екен. Бірақ өте мұқият болайық басқа көрсеткіштерге де. Лейкоциттер көру аймағында 2-3, эритроциттер анықталмайды. Қанның биохимиялық анализінде холестерин деңгейі 6-9, триглицеридтер 3-6, тығыздығы жоғары липопротеиндар 0,9, глюкоза 9-2 миллимоллитрға. Міне, гликерленген гемоглобиннің деңгейі HbA1c 7-6% болып тұр. Ол нормада 6-5-ке дейін жету керек тұғын. Міне, ең маңызды көрсеткіштер осы. АЛТ қосылып тұр мұнда 65 халықаралық бірлік литрда, АСТ 35, жалпы билирубин 17 микромоль, тура билирубин 5, жанама 12, амилаза 60 бірлік көрсетіп тұр. Өкпе рентгенограммасы патологиясыз, ЭКГ-да синустық ритм, бірақ сол қарыншаның гипертрофиясы белгілері бар. Біз жаңа артериялық қан қысымы 180-100-ге дейін көтеріледі деген ақпаратты айтып кеттік. Жүрек соғу жиілігі минутына 64 рет. Бұл қалыпта. Келесі соңғы талдау инструментальды, бұл іш қуысының ультрадыбыстық зерттеу екен. Бұл жерде бауыры үлкейген, пальпациядағы бауырдың өлшемінен аздап үлкен болып тұр тіптен. Біркелкі тығыздалмаған, бұл жақсы емес, және жалтырап тұр. Өт қабы үлкеймеген, қабырғасы 4 мм, конкременттер жоқ, ұйқы безі біркелкі тығыздалмаған, үлкеймеген. Енді осы Дәулеттік ситуациясы бойынша бізге мынадай сұрақтар берілген. Көп ситуациялық есептерде үнемі сұрақтардың барлығы бір сарында болады. Бірінші сұрақ үнемі ол
Предварительный диагноз дейді. Ықтимал мүмкін болатын диагнозды болжау керек. Міндетті түрде ол диагнозды негіздеу керек. Одан кейін осы ситуация бойынша науқасқа қосымша тексеру жоспарын құрастыру керек. Және тағы да не үшін оны сен тағайындап жатсың негіздеу керек, ем тағайындау керек, то же самое обосновать ету керек таңдаған еміңді. Және ары қарай әр кезде әртүрлі. Бір кезде 6 айдан кейін дейді, мына жағдайда еміңді қалай өзгертер едің? Сіздің кейінгі емдеу тактикаңыз қандай? Таңдауыңызды негіздеңіз деп тұр. Және көп ситуацияларда диспансеризация критерийлері соны сұрайды. Одан кейін декретированный сроки, поликлиникаға қай уақытта келіп, қандай анализдер тапсыру керек, қандай осмотрдан өту керек, сол туралы сұрауы мүмкін көп есептерде. Сонымен енді осы ситуациялық шешуді ары қарай жалғастырайық. Жауап беру үлгісі. Бірінші, біз ең ықтимал диагнозды болжауымыз керек. Ол үшін біз өз ситуациямызға қайта оралайық. Қайтадан науқастың клиника, лабораториялық, инструментальдік бүкіл мәліметтерін тексеріп, қарап шығайық. Іліп алатын жерлер бар ма екен, мұқият болып, тастап кетпей әр сөзді жасап шығарайық. Енді бастайық. Біріншіден, дәулет бізде шөлдеген, аузы құрғаған және зәр шығаруы жиілеген. Түнде 3 есеге дейін. Бұл не деген сөз? Шөлдейді, сәйкесінше аузы құрғайды, суды көп ішеді. Бұл полидипсия деп аталады. Зәр шығаруы жиілейді. Міне бізде екі түсінік бар. Зәр шығаруының жиілеуі және зәр шығарудың көлемі үлкеюі. Егер зәр шығару жиілесе, бұл паллакиурия деп аталады. Ал көп болса, полиурия деп аталады. Біздің жағдайымызда паллакиурия никтурия түрінде жүр. Түнгі уақытта көп кіші дәретке шығу, бұл никтурия деп аталады. Міне никта деген күн құдайы, әйел, түн құдайы, сол кісіге арнап жасалған никтурия деген сөз. Желке аймағында жиі ауырсыну, физикалық жүктеме кезінде тез шаршау шағымдарымен жүгінді дейді. Міне бұл жерден біздің жаңағы симптомдарға қайттан қайтарайық. Шөлдеу, аузын құрғауы, паллакурия, никтурия, бұлардың барлығы бізде инсипидарный синдромға жатады. Инсипидарный синдром осы 3 симптомы комплекстен тұрады. Ол бізде қантты емес диабет кезінде кездеседі. Бірақ біз ары қарай жүрейік. Желкесінде жиі ауырсыну, бұл бізде, мне кажется, гипертензивный синдромның клиникасына жатады. Физикалық жүктеме кезінде тез шаршау, бұл да то же самое. Енді үлкен кісі гипертензиясы бар, анемиясы бар ма жоқ па, қазір қараймыз тағы да. Және 1 жыл бойы мазалайды. Демек, хронический процесс үлкен. Анамнезінен біз білеміз, артық салмағы бар. Демек, ожирениені біз күмәнданамыз. Ол да отдельный бір диагноз семіздік. Гиподинамия ұстанатын өмір салты. Бухгалтер болып жұмыс жасайды, тем более бір орында отырады. Бас ауырады күйзелістен кейін. Бұл артериальный гипертензияға көптен. Тәттіні өте көп жейді, вот ключевой момент. Сәйкесінше аузын құрғауы тәтті тағам жегеннен кейін пайда болады. Осы жерден біз уже білеміз, қан диабетіне күмәнданып отырмыз. Науқастың жасы 52 жаста болғандықтан біз қан диабетінің екінші типі деп ойлауымыз керек. Бұрын дәрігерге бұл науқас мүлдем көрінбеген, дәрігер көмегіне жүгінбеген, сондықтан қан диабеті алғаш рет анықталған болып табылады. Одан кейін артық салмағы бар, гиподинамия, қазір семіздікті растауды, соны көреміз. Одан кейін артериалды гипертензияның клиникасы тұр. Бұл науқастың анасы артериал гипертензия бойынша ем қабылдайды. Демек, предрасположенность бар. Бірақ өзі темекі шекпейді, аллергоанамнезі таза. Бұл жақсы екен. Осы науқастың дене салмақ индексіне, вот қараңыздар, как раз растап тұр. 31 килограмм метр квадратына, бұл бізде 29-ға дейін болса, 25-тен бастап бұл предожирение болады. 30-дан 35-ке дейін семіздіктің бірінші дәрежесі болады. Ары қарай белдің өлшемі 100 сантиметр, демек көкемде қарын бар деген сөз. Мешке кісі болып тұр енді. Тері жағымдар өзгеріссіз, келесі өкпеде аса өзгеріс жоқ, жүректе міне 180-де 100 қан қысымы. Бұл артериал гипертензияның 3-ші дәрежесіне сәйкес келеді. Тілі ылғалды, пальпацияда ауырсынусыз, бірақ іші науқастың тері асты шелме қабаты есебінен көлемі ұлғайған дейді.
Демек айтқандай-ақ, вот іштің өлшемі 100 сантиметр, қарны бар көке болып тұр. Бауырдың көлемі ұлғайған 11-16 сантиметр, гепатомегалия және қабырғасынан 2 сантиметр шығып тұр. Бұл дұрыс емес. Өт қабы пальпацияланбайды, көк бауыр и табан артериалында перифериялық пульсация сақталған төмендеген. Бұл артериальный гипертензия плюс сахарный диабетке характерный клиникалық көрініс. Ары қарай енді лабораториялық қан анализінде эритроциттер қалыпты, гемоглобин қалыпты, барлығы қалыпты бұл жерде. Зәр анализінде бізге глюкозурия деген ұнамайды, себебі бұл уже қан диабетін растап жатыр деп айтуға болады. Изостенурия, протеин болмау керек, қалғандары норма. Биохимиялық анализінде бізге семіздікті растау керек көрсеткіш, ол жалпы холестерин қалыптыда ер адамда 2-де 6, 6-да 2 болу керек. 26-62, осылай жаттап алуға болады. Ал бұл жерде 6-да 9, демек жоғарылаған. Триглицеридтер, олардың көлемі аз болу керек, 2-де 3 миллимольдан төмен болу керек. Бұл жерде триглицеридтер де жоғарылаған. Тығыздығы жоғары липопротеидтар 0,9 болып тұр. Бұның қалыпты нормасы 1-де 68 миллимольдан жоғары болу керек. Бізде атерогенді липопротеиндер бар. Олар тығыздығы төмен. Егер атерогендінің деңгейі жоғарыласа, онда атеросклероз даму ықтималдығы жоғары. Семіз адамдарда, артериал гипертензиясы бар адамдарда деген сияқты. А бұл жерде ТЖЛП-ның деңгейі төмен болып тұр. Бұл антиатерогенный липопротеин, бұл дұрыс емес, нормаға жатпайды. Глюкоза 9-да 2, как и ожидалось. Вот гемоглобин, гликерленген гемоглобин 7-де 6 болып тұр, жоғарылаған. Нормада 6-да 5-тен кіші болу керек. Вот АЛТ 65 болып тұр, екеуі де нормада 40-41 болу керек болған, бірақ АЛТ жоғарылап тұр. Вот жалпы билирубин 17, жақсы бұлардың деңгейі дұрыс, амилаза 60. Хронический панкреатитке келеді, бірақ норма көрсеткіш. Енді қараңыздар, биохимиялық қан анализінен біз жалпы холестериннің, триглицеридтің, ТЖЛП-ның деңгейіне қарап, науқаста семіздіктің бар екенін растаймыз. Глюкозаға қарап, науқаста қан диабетінің бар екенін растаймыз. Ал АЛТ-ға қарап, және іш қуысының ОДЗ-сында қазір көреміз. Міне, гепатитті растауымыз керек болып тұр бұл жерде. Қазір қайта ораламыз. Өкпе рентгені таза, ЭКГ-да сол қарынша гипертрофиясы белгілері. Сол қарыншаның гипертрофиясы бұл артериальный гипертензия кезінде білесіздер, жүрекке сол қарыншаға әсіресе күш өте қатты түседі. Сол кезде гипертрофия болуы бұл айдан анық процесс. Ал кеттік, іш қуысының ультрадыбыстық зерттеуінде бауыр үлкейген, біркелкі тығыздалмаған, бұл бізде жалтырап тұр дейді. Жалтырап тұр деген сөзді көрсеңіздер, бұл бізде уже гепатиттің бір түріне тән. Алдымен гепатиттерге кішкене тоқталып өтек. Гепатиттардың бізде 5 түрі бар. Вирусты гепатиттар, алкогольді гепатиттар, аутоиммунды гепатиттар, одан кейін токсикалық гепатиттар и майлы гепатит. Ең соңғысы стеатогепатит деп аталады. Егер вирусты болмаса, егер токсикалық болмаса, біз алкогольный гепатит қояр едік. А бұл жерде алкогольді емес, стеатогепатит деген диагноз қосылады. Және мына жерде ТЖЛП деңгейі төмендеген, ТТЛП тығыздығы төмен липопротеиндер жоғарылаған, демек бізде дислипидемия болып жатыр. Ендеше біздің ықтимал диагнозды қою керек деген сұрағымызға қайта оралып, диагнозымызды негіздейік. Сонымен қандай болады екен? Қан диабеті, екінші тип, алғаш рет анықталған. Болмаса біз бұны дебют сахарного диабета деп атаймыз орысша. Және қан диабетінің диагнозын қойған кезде міндетті түрде біз ұмтылатын гликированный гемоглобиннің нысаналы деңгейін көрсетуіміз керек. Біздің жағдайымызда ол 7-де 5, демек біз емдеп 6-да 5-ке ұмтылуымыз керек. Міндетті түрде соны көрсетеміз. Ал егер 6-да 6 немесе 6-да 7 болып тұрса, онда деңгейі 6-да 5-тен төмен деп осылай көрсетіп қоюымыз керек. 180-де 100 қан қысымы, сол себепті артериал гипертензия 3-ші дәрежесі.
Төртінші қауіп тобы неге екенін талқылаймыз негіздеген кезде. Алкоголь дейміз, стеатогепатит, жаңа айтқан. Семіздіктің бірінші дәрежесі дислипидемия. Балалар мұқият болу керек. Біз есептерді енді көп уақыттан бері шығарып жүрміз ғой. Ең бірінші минусымыз біз диагнозды толық жазбаймыз. Ешқашан қорықпау керек. 4 сөйлем, 5 сөйлем, бірнеше ауру болып кетті деп қорқудың еш керегі жоқ. Бәрін нүкте қойып, үтір қойып жаза беру керек. Негізгі диагноз, клиникалық диагноз, жаңағы ілеспелі диагноз, асқынулары деп бөлудің де керегі жоқ. Мұғалімге осылай толық жазып берсек болды. Жаңағы артық қылам деп тыртық қылып, бас десе сирақ шығарып отырудың керегі жоқ. Енді обосновать етейік. Не үшін қант диабетін қойдым? Екінші типті, себебі шөлдеу, ауыз құрғайды, то есть клиника бар, нектурия, гипергликемия, глюкозурия и лабораторный подтверждениесі бар. Не үшін гипертензия? Себебі диагнозды айтамыз, желке тұсы ауырсынады, күйзелістен кейін бас ауырады, құлақ шуылдайды деген сияқты. Дәрежесі не үшін үшінші болды? Себебі артериялық қысымның цифрына қарадық. 180 ол уже бірінші рет келіп тұр ғой, бұған дейін дәрігерге көрінбеген. Сол себепті біз оған уже үшінші дәреже қоя береміз. Қауіп тобы не үшін төртінші қауіп тобы? Себебі науқастың семіздігі бар, атероген дислипидемиясы бар, анасы жағынан тұқым қуалаушылық бар, және өзінің жынысы ер. Бізде 4 түрлі фактор риски бар. Сол үшін очень высокого риска қоямыз бұл науқаста. Төртінші, то есть АГ третьей степени, риск 4 деп қоямыз. Алкогольді емес стеатогепатит, оны айтып кеттік, пальпацияда лабораториялық және инструменталь тексеру деректер негізінде расталды. Оған қоса АЛТ деңгейі жоғарылады, және ультрадыбыстық зерттеу кезінде бауыр өлшемі артты, жалтырап тұрды, құрылымы біркелкі болмады. Міне көрдіңіздер ғой да, обосновать еткенде не нәрсеге сүйендің? Неге сенің диагнозыңызды осы ашып тұр? Соны жазу керек. Семіздік бірінші дәрежелі 31 метр квадрат килограмм болды. Бұл дене салмағы индексіне ИМТ-ға және бел өлшемі негізінде қойылды. Атерогенді дислипидемия деп не үшін қойдым? Себебі жалпы холестерин, триглицеридтердің жоғары концентрациясы болған екеуінің, ал ТЖЛП төмен болған. Вот, сол үшін мен дислипидемия деп қойдым. Енді үшінші сұрақ, науқасты қосымша тексеру жоспарын құрастыру және негіздеу. Мен енді осы науқасты поликлиника жағдайында міндетті түрде мынандай зерттеулерден өткізуім керек. Ол менің ештеңем кетпейді, бірақ пациенттің болашағы үшін өте маңызды анализдер. Бұл анализдер көп поликлиникаларда болмауы мүмкін, бірақ ережесінде біз міндетті түрде өткізуіміз керек. Ол қандай? Зерттеулер біріншіден, ол бізде науқас өзі үйде жүрген кезде қант деңгейін есептеп жүру керек. Күндізгі гликемияны зерттеу керек. Аш қарынға 1 рет, тамақтаннан кейін 2 сағаттан кейін 1 рет. Осылай үнемі жазып отыру керек. Ол үшін глюкометр сатып алады өзі. Ондай науқастарға кейбір поликлиникалар өздері береді глюкометрді. Вот, осылай. Бірінші зерттеу әдісі, ол күндізгі гликемияны зерттеу. Екіншісі, артериялық қысымның тәуліктік мониторингін жүргізу. Өйткені бұл артериялық қан қысымы жоғарылауы бірінші рет анықталып тұр. Мен осы науқасқа эхокардиография тағайындаймын. Және диабет тұр, гипертензия тұр, поэтому бұл науқастың микрососудистый руслосын тексеріп, микротамырлық құрылымының бұзылыстарын білуім керек. Ол бізде көз бен бүйрек ең маңызды. Сол үшін окулисттің консультациясын алу керек, және гипертониялық ретинопатияны және диабеттік ретинопатияны бар жоғын бағалау керек. Сол үшін офтальмоскоп жасату керек. Офтальмоскопия. Бүйректі ультрадыбыстық зерттеу керек, өйткені диабет кезінде де, гипертензия кезінде де ең бірінші бүйрек құрайды. Одан кейін креатинин деңгейі тоже самый бүйрек үшін керек. Шумақтық сүзілу жылдамдығын білуім керек тоже самый. И бүйрек как нысана ағза ретінде микроальбуминурияны анықтаймын. Өзінің зақымдануын бағалауым керек мен. Вот, осы 4 көрсеткіш міндетті болу керек. 9-шы, ұйқы артерияларының доплерографиясы.
артериальный гипертензиясы бар бүкіл науқастар міндетті түрде доплерография өту керек. Бұнау екі ұйқы артериясының қабырғасының интима медиасы қаншалықты қалыңдаған 0,9 мм-ден жоғарыласа, 0,10 болса, 0,1 бұл уже қалыңдады деген сөз. Ол ары қарай острое нарушение мозгового кровообращения дейді, ОНМК, бас миының жіті бұзылысы, қан айналымының инсульттарға алып келуі мүмкін. Вот, осындай әдістер жүргіземін. Қысқа нұсқа тізімін жазып шығамын. Және не үшін екенін де қасына жазып қойсам керемет. Енді ем тағайындаймын. Қан диабетін емдеу үшін бигониттер тобынан метформин тағайындаймын 1000 мг. Түнгі уақытта бір таблеткадан ішеді, кешкі 23:00, желательно 22:00 сол уақытта. Екінші типтік қан диабеті үшін керек. Одан кейін дипептидил пептидаза 4 ингибиторлары, галвус деген препарат бар бізде, 50 мг таңертең тамақтанар алдында тағайындаймын. Неге галвус именно? Ең аз естілетін дәрі бұл ДПП деген жаңа топтың препараттары. Бұл патогенетикалық ең тиімді ем болып табылады. Неге? Себебі бұл кезде гипогликемияны болдырмайды. Одан кейін метаболизмдік нейтральны бұл, то есть барып май алмасуына, көмірсу алмасуына, нәруыз алмасуына конкретно барып тимейді. То есть бейтарап өз алдына бөлек әрекет етеді. Семіздігі бар және инсулина резистенттілігі бар жағдайда инсулин секрециясын барынша сақтау үшін бұл жақсы препарат. То есть ұйқы безінен инсулин бөлінеді және кез келген тінге барады, оны метформин кіргізеді. Ал галвус соның инсулиннің жетуін қамтамасыз етіп отыратын дәрі. Бұл міндетті түрде әрі өте жақсы препарат. Келесі, бізде екінші нозология болды, ол артериальный гипертензия. То же самое, емделмеген бұрын науқаста бүйректің, жүректің зақымдалуы қаупі барын ескеріп, мен ингибиторы АПФ, ангиотензин айналдырушы фермент ингибиторларын тағайындаймын. Одан кейін ангиотензин 2 рецепторының антагонистерін тағайындасам болады. Осы топтардан препаратты таңдау, олардың то же самое метаболизмдік нейтралдылығы үшін непротективтік және кардиопротективтік қасиеттеріне негізделген. Бауырдың зақымдануына байланысты ингибиторы АПФ, лизинаприл өте қолайлы дәрі. Біз білеміз да, энолаприл, физинаприл, лизинаприл, олардың бәрі не разница деп. Оказывается, өзі АПФ ингибиторлардың барлығы нефропротективті болғанымен, именно лизинаприл бауыр зақымдануы бар адамдарға өте қолайлы. Біздің пациентімізге то же самое. Мен сол үшін лизинаприл тағайындаймын. Артериалық гипертензия 3-ші дәреже екенін ескеріп, бұл бір емес, екі емес та, мен міндетті түрде комбинированный терапия тағайындауым керек. То есть не істесем болады? Ингибиторы АПФ немесе сартандар, міне бралар деп атаймыз болмаса, ұзақ әсерлі дигидроперидинді кальций антагонистері. Біз амлодипин деген дәріні білеміз. Вот как раз екеуін қосып беруге болады. Именно фиксированный комбинация болу керек. Өзім ойдан алып салған жоқпын. Осындай комбинациялар бар, уже доказать етілген. Прям доказательный базасы бар. Одан кейін барып, бізде келесі ол дизлипидемия болып жатыр, әрі бізде стеатогепатит болып жатыр. Сол үшін мен фенофибраттар табынан трайкор деген дәріні тағайындаймын. Трайкор не үшін керек? Бұл әсер ету механизміне байланысты триглицеридтерді төмендетеді. Бізде жоғарылап кеткен, жаңа білесіздер. Ол өте төмен болу керек, 2/3-тен 1/8-ден төмен бола берсе жақсы. Одан кейін барып тығыздығы жоғары липопротеиндердің количествосын жоғарылатады, концентрациясын. Әрі нефропротективті және ретинопротективті әсері бар. Микроциркуляторлық арнаның зақымдануынан және диабеттік асқынулардың алдын алу үшін фенофибраттар өте таптырмас дәрілер. То есть бізде дәрігерлер білетін нәрсесін тағайындайды, білмесе тағайындамайды. Ал білу үшін прям көзімізді ашуымыз керек, қарауымыз керек. Вот осылайша мен тағайындадым. Енді 5-ші сұрақ айтады. Тұрақты ем қабылдағаннан кейін осы науқас 6 айдан кейін келіп тұр. Қан қысымы 150-де 160 өзгеріп тұр, 90-95-ке дейін диастолық. Глюкозасы 5-те 4, вот төмендеген, эффект бар. Гликированный гемоглобин 65-ке жеткен, эффект бар. Холестериннің деңгейі нормаға түскен, 2-де 6, 6-да 2 жаңа айттық. Триглицеридтер еще как нормаға түскен, классно. ЛПВП, тығыздығы жоғары липопротеиндар 1-де 2, это вообще классно.
1,68-ден жоғарылау керек дегенбіз. 1,2 это норма. Креатинин деңгейі 88 норма. Альбумин 10 мг норма. Сіздің кейінгі емдеу тактикаңыз қандай? Таңдауыңыз негіздеңіз. Бұл жерден көріп тұрмыз, көп көрсеткіштер қалыпты жағдайға келген, бірақ қан қысымы әлі де түспей тұр. Көбіне біз енді назарымызды қан қысымына аударамыз. Енді кеттік. Қараймыз. Галвусты емнен алып тастаймыз, ал метформинді дозасын коррекциялап әрі қарай жалғастырамыз. Галвус бізге не үшін керек еді? Инсулин тіңге барған кезде метформин оны кіргізетін. Ал инсулин тіңге қалай баратын еді? Оны галвус жеткізетін. Теперь бізде қан диабетіне байланысты көрсеткіштер нормаланды, екі көрсеткіште. Демек, галвус керек емес, инсулин өзі бара береді, қорықпайды. Әрі науқас міне салмағын төмендету мақсатында мөлшерленген физикалық жүктемелерді жалғастыру керек, әрі қарай рационды ұстанады, дене салмағын азайтады, семіздікті азайтады, нәтижесінде инсулин тіндерге одан да жақсы бара бастайды. Поэтому біз метформинді аламыз да дозасын кішкене үлкейтіп жібереміз. Осыған дейін ол 1 грамм қабылдаса, енді 1,5 грамм қабылдаса болады. Одан енді өйткені 1,5 жыл болып жатыр оның қан диабетімен ауырғанына. Уже дебюттен шығайын деп жатырмыз. Одан кейін антигипертензивті терапияны да дозасын коррекциялап ары қарай жалғастыра беруге болады, бірақ ол түспей тұр. 150-де 160 менің тағайындаған лизинаприлім жақсы көмектеспеді. Сол үшін мен лизинаприлден де мықты периндаприлді тағайындаймын. Периндаприлдің 10 мг қылып өзгертуге болады, болмаса амлодипиннің деңгейін 10 мг тәулігіне дейін ары қарай өсіруге болады. Вот, осылай реттесем болады. Одан кейін трайкорды тоқтатам, фенофибрат, өйткені гепатитқа байланысты көрсеткіштердің барлығы қалыпқа келді, ожирениеге көрсеткіштің бәрі қалыпқа келді. Поэтому оны, то есть то же самое, бауырды пичкать етіп ары қарай керек емес. Одан кейін режимді жақсы сақтау керек. Вот осылай біз бүкіл сұрақтарға осылай жауап беріп аяқтаттық. Шамамен жарты сағаттай уақыт кетеді. Негізі, егер қолмен жазатын болсақ та, ойымыз жинақ болса, тез жазып бітіруге болады. Клиникасында да, лабораториясында бізде артық сөз берілмеген. Барлық сөздерді пайдалануымыз керек. Барлық көріністерді, көрсеткіштерді пайдаланып, әртүрлі синдромдар шығарып, одан нозология шығарып, осылай диагнозды қоюымыз керек. Аяқтадым. Алғыс ретінде менің каналыма жазыла отырыңыздар. Мен өте риза болам. Көп рахмет. Менен тағы да ары қарай видеолар күтіңіздер. Үлкен рахмет. Сау болыңыздар.